ұстаз, баламның тұсауын кесуге сізге кестірсек деген. Мені қайтес кестіріп, менен де жақсы атаңыз бар, соны дүниеге келтірген әкесі бар. Неге сіздер өз әкесін төмен басасыздар? Сол баланы дүниеге келтіріп, түнін ұйықтамай, күнін ұйықтамай, жәнін салып, сол баламның үстіне ақ киім, көк киім болсам екен деп, жәнін жерге қоймай жүрген, неге әкесіне тұсау кестірмейсіздер, айтыңыздаршы? Егер сен әйелі болып, өз жарыңды құрметтемесең, әке болып өз дәрежеңді сен білмесең баланың алдында, айдаладағы біреу келіп сізге қандай жақсылық алып бере алады, жаным? Сондықтан әке кесісі үйренсін. Әкеге бүкіл жақсылықты сіздер бейімдеңіздер. Білесіз бе? Қазір мен ол туралы соңында айтам. Дүниедегі азамат қып тәрбиелейтін әйелі сіздер азаматты. Содан кейін бізді ақыр дүниеге шығарып салатын баланы тәрбиелейтін әйелдер сіздер. Біз өліп кеткенде артымыздан Құран мен дұғасын үзбейтін баланы тәрбиелейтін тағы сіздер. Сондықтан не қыласыз? Әртіс, бай, манап, депутат, кім бар бізде тағы? Одан зорлар кестірмеңіз ешкімге. Өзіңізге кесіңіздер. Сен әкесісің, сенің жолыңды берсін. Анау да аманатты түсінесіз ба? Мынау мен осындай қылып жатыр екен ғой. Кема саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим. Сондықтан салауатты сіз жазғаныңыз. Сондықтан айтайын дегенім,